Ерлан Атамекен партиясына келген жоқ. Біз Атамекен Егемен деген союз түздік. Бұлар өзінің партиясы менен бағалылық үшін күресіп, партия алмастырған жоқ. Біз бірігіп қана кетіп отырмыз. Мұны біз барын ашық айттық. Бұлар партиясынан бас тартқан жоқ. А башқалар партиясынан бас тартып, жөн бас тартып, жамандап баранан үреге açпайды. Мен ар бірін тағдырын айтып көрсек, бұлардың мүнөзі, тағдыры барымыз оқшашта таңдап алып кетіп қошып қойғандай. Урматтуу Теңиртаулук жерлештерим, урматтуу кара алтынды тебелеп жүрүп, үйшүп отурган, көмүргө алал десе көмүр жетпей жаткан жерлештерим. Тяньшан өрөнү Кытайга жакын чектеш элим. Мен силерге муну бекер айткан жокмун. Мен сиздердин уулуңуздар Жеңишбек Молдокматовдун, Тилекмат Кудайбергеновдун негизги өкүлүмүн, негизги тарапташмын. Алар эмне үчүн камалды? Алар жетим тоону Кытайга бербейбиз деп, жетим тоону кастырбайбыз деп бүгүн абакта саясий туткунда. Биз карманган чындыктар ушул Атамекен партиясынан деп биз Атамекен менен бирге аттандык. Атамекен партиясын 29 жылдан бери ушул Теңиртаулуктар анан тоолук эл колдоп келе жатат. Тоолук деген себеби тоолуктар дайыма сөзүн түз айткан, калыстыкты айткан, чындыкты колдогон эл. Атамекен партиясы дагы ушул мүнөздөгү партия. Буга чейин канчалган партия, саясий лидерлер, биз лидерибиз, саясатчыбыз дегендер келди нарынга. Бирок азыр ар кайсы партиялар менен келип, сиздердин да башыңыздарды айландырып бүттү. Туруктуу партиялар көп, Атамекен бирөө деп ошондуктан биз ушул партияга жалаң жаштар биригип, элдин чындыгын, элдин үнүн жогорку кеңеште жеткирели деп биз аттандык. Буюрса биз сиздерге ишенебиз, бекем болуңуздар, Атамекен партиясын колдоп бериңиздер.